Сөйлемнің айқындауыш мүшесі. Айқындауыш мүше сөйлемде белгілі бір мүшенің мағынасын басқа сөзбен түсіндіріп, нақтылап көрсететін сөйлем мүшесі. Айқындауыш мүше мағынасына қарай оңашаланған айқындауыш, қосарлы айқындауыш болып бөлінеді. Оңашаланған айқындауыш өзінен бұрын тұрған сөзді айқындап, дәлелдеп, түсіндіріп тұратын бір немесе бірнеше сөз. Өзі айқындайтын мүшемен қызметтес, тұлғалас болады. Мысалы, мен Марат Болатұлы осы ережемен таныстым. Бұл сөйлемде Марат Болатұлы айқындауыш мүше болады. Себебі мен деген сөзді айқындап түсіндіріп тұр. Омардың үлкен ұлының, Қайраттың елге жасаған жақсылығы өте көп. Бұл сөйлемдегі айқындауыш мүше Қайраттың, Омардың үлкен ұлының деген сөзді дәлелдеп түсіндіріп тұр. Қосарлы айқындауыш айқындайтын мүшесіне қосалқы атау болады. Мысалы, әнші Майра, Біржан Сал, Қобланды Батыр. Айқындауыштың тыныс белгісі. Бірінші, сөйлемде оңашаланған айқындауыштың екі жағынан үтір қойылады. Мысалы, мұнда Алматы облысында ауа райы салқын. Бұл сөйлемдегі оңашаланған айқындауыш Алматы облысында екі жағынан үтір қойылады. Екіншіден, оңашаланған айқындауыштың екі жағынан немесе өз айқындайтын мүшесімен екі араға сызықша қойылады. 1928 жылы Қазақстандағы тұңғыш оқу орны Қазпи ашылды. Айқындауыш мүше Қазпи, алдынан сызықша қойылады. Үшінші, оңашаланған айқындауыш бірыңғай мүше болып келсе, екі жағынан сызықша қойылады. Қалың көпшілік, арбалылар да, салттылар да, жаяулар да соның соңынан ерді. Бұл сөйлемдегі айқындауыш мүше арбалылар да, салттылар да, жаяулар да. Қалың көпшілік деген сөзді түсіндіріп тұр. Екі жағынан сызықша қойылады. Бұл бірыңғай бастауыш. Төртінші, кейбір қосарлы айқындауыштар өздерінің айқындайтын сөзінен қос сөздер сияқты дефис арқылы бөлінеді. Мысалы, автодүкен, ұшқыш ғарышкер, жер ана.